Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Біздің келесі тақырыбымыз жалпы әлсіреп жүрген, құлазып жүрген, міне сондай адамдарға арналады. Жалпы біз адам баласы табиғатымыздан әлсізбіз. Әлсіз жаратылған жаратылыспыз. Өйткені Алла Тағала Құранда Астағизу билла мына бір аятта хулиқал инсану даифа дейді. Жалпы адам баласы әлсіз жаратылған дейді. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Сол сияқты егерде оған қандай да бір басына қиыншылық түскен болса, онда ол қобалжиды, жаңағындай әртүрлі депрессия, осындай нәрсеге түсіп кетеді дейді. Ал енді басына бір қандай да бір жақсылық нәсіп болған болса, онда басқаларға оны бергісі келмей сараңдық танытады дейді. Енді біздің жалпы айтайын дегеніміз, бұл адамның әлсіз екендігі белгілі, бірақ Алла Тағала қалай бізді қуаттау керек екендігін, қайткен күнде күшті болады, міне осы нәрсенде Құранда нақты айтып кеткен. Оған қатысты Анфал сүресінде Алла Тағала былай дейді: Астағизу билла, я айюхаллазина аману, әй иманға келгендер, истаджибу лиллахи ва лиррасул, Аллаға және оның елшісіне жауап беріңдер дейді. Қай кезде? Иза даакум лима юхйикум, сендерді тірілтетін нәрсеге шақырған кезде, немесе өмір сыйлайтын нәрсеге шақырған кезде ол екеуіне жауап беріңдер дейді. Енді ғалымдарымыз осы жерде өмір сыйлайтын, адамға күш қуат беретін не нәрсе дегенде ол Құран дейді. Құранға шақырған кезде Алла Тағалаға және оның елшісіне жауап беріңдер дейді. Неге тірілтетін нәрсе деп тұр осы жерде? Өйткені бұл өмір, ол энергиядан, күш қуаттан тұрады. Адам қаншалықты күш қуаты тасып тұрған болса, энергиясы болса, өмірге деген құлшынысы да, құлшылыққа деген талпынысы да соншалықты жақсы болады екен. Міне осы күш қуатты біз қайдан аламыз деген кезде, Алла Тағала жаңағы аятта соған жауап беріп тұр. Яғни ол Құранда екен. Біз мұсылман ретінде өмірімізді Құранмен байлаған кезде, біздің бойымызға Алла Тағала сондай бір табандылық, күш қуат, энергия деген нәрсені беріп қояды екен. Ал енді бүгінгі күнде біз сол Құраннан ажырап қалғаннан кейін, сол нәрседен алыстап кеткеннен кейін, күш қуатты энергияны біз әр түрлі нәрселерден іздейміз. Демалыстан, тағы басқа неше түрлі өмірдің қызықшылық, ләззаттарынан іздеп кете береді екенбіз. Бұның барлығы бізді соңында жақсылыққа алып келмейді. Тек қана бір уақытша біздің жаңағы шаршағанымызды, өзіміздің әлсіз екендігімізді сәл ғана бір сәттерге ұмыттырғаны болмаса, соңында оның ешқандай қайыры болмайды екен. Қазіргі таңдағы неше түрлі психологиялық немесе қандай да бір идеологиялар біздерді осы Құраннан алыстатуға бағытталған екен. Алла Тағала Құранда тағы бір аятты келтіріп былай дейді: Ла тасмау ли хазал Құр'ани валғау фихи. Яғни бұл аяттың мағынасы, жаңа кәпір болғандар, Алла Тағала қарсы келгендер айтты дейді. Ла тасмау ли хазал Құр'ани. Сендер бұл Құранды тыңдамаңдар. Керісінше уәлғау фихи, Құранға қатысты бос сөздерді айтыңдар, бос әңгімені айтыңдар. Не үшін деген кезде лааллакум тағлибун дейді. Мүмкін сендер оларды жеңетін шығарсыңдар деп айтқан екен. Яғни олардың өзі, басқа діндегілердің немесе исламның дұшпандарының өзі біледі, біз Құраннан қашан алыстаған кезде, одан айырылған кезде біздердің әлсірейтінімізді. Сол себептен де біздерді Құраннан алыстату үшін неше түрлі психологиялық, идеологиялық нәрселерді, құндылықтарды алып келіп барынша Құраннан алыстатуға тырысады екен. Сол себептен, құрметті бауырлар, егер де біз иманымыз әлсіремесін, Алламен деген байланысымыз үзілмесін деген болсақ, онда Құранмен дос болғанымыз абзал екен. Өйткені ғалымдарымыз айтады, кімде-кім Алла Тағалаға өзінің мұңын шаққысы келген болса, өзінің ішіндегі сырын ақтарғысы келген болса, онда намазға тұрсын дейді. Ал егер Алла Тағаланың оған не деп жатқандығын, не айтып жатқандығын білгісі келген болса, онда
Құран оқысын деген екен. Сондықтан құрметті бауырлар, осы мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, басқалармен де бөлісіп отырыңыздар.